Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай кішкентай бауырсақтар дайындайтын боламыз. Түрі де сүп-сүйкімді, жесеңіз тәбетіңізді ашатын, өте дәмді, керемет бауырсақ болып шығады. Ол үшін алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнды елеп аламыз, осылай дайындап. Және де 270 грамм жылы суды дайындап аламыз. Енді осының үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. 1,5 ас қасық шекер саламыз. Араластырамыз. Енді осының үстіне 70 грамм ерітілген тоңмай құямыз. Тоңмай сиырдың тоңмайы болсын, қойдың шымайы болсын, жарай береді. Және де сода саламыз. Оның үстіне жарты шай қасық сода саламыз. Енді араластырамыз. Біркелкі етіп. Енді осы ұнның үстіне дайындап алған суымызды құятын боламыз. Осылай араластырып тұрып құямыз. Енді бастапқыда қасықпен араластырамыз. Енді қолымызбен араластырып қамырды илеп аламыз. Табақтың жан-жағындағы ұндарын жинай отырып, тап-таза етіп, қамырды илеп аламыз осылай. Енді бетін жауып 10 минутқа тынықтырып аламыз. Қамырдың июі қану керек. Он минут уақыт өтті, қамырдың июі қанды. Енді ыдысымыздан аламыз. Бұл қамырды алып, енді бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осылай тақтайдың үстіне қойып кесеміз. Дастархан кесіліп кетпеу қажет. Тағы да ортасына бір бөлікке бөлеміз. Және де жіңішке етіп, осылай бөліктерге бөліп шығамыз қамырды. Бірінші бір бөлігін дайындап аламыз. Қалған бөліктерін ыдысымызға сап бетін жауып қоямыз. Қамырымыз кеуіп кетпеу қажет. Енді осылай қолымызбен ширата отырып, бауырсақты дайындайтын боламыз. Енді пышақпен осылай шағын етіп кесіп шығамыз. Жанынан жіңішкертіп отырамыз. Қатты қалың болып кетпеу қажет. Бір-біріне жабыспайды. Осылай орналастырып шығамыз. Барлық қамырды осылай дайындап шығамыз. Міне кішкентай бауырсақтарымыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді тапаны отқа қойып, 200 грамм сұйық май құямыз. Осының үстіне 150 грамм тоңмай саламыз. Бұл майды ертіп аламыз. Майымыз қызды. Енді осы қызып тұрған майдың үстіне кішкентай бауырсақтарды салып қуырып алатын боламыз. Осылай үздіксіз қозғап тұрамыз. Біркелкі қызарып пісу қажет.
Міне кішкентай бауырсақтарымыз пісті. Енді осылай ыңғайлы ыдыспен, сүзгіш болсын, нан алғыш болсын, осылай бауырсақтарымызды алып шығамыз. Міне қып-қызыл болып әдемі болып пісті. Барлық бауырсақтарды осылай дайындап аламыз пісіріп. Қамырды майға салғаннан кейін ісініп, бауырсақтарымыз дөп-дөңгелек әдемі болып шығады. Және де тез-тез піседі. Міне пісті. Майдан осылай майын сорғытып аламыз. Міне кішкентай бауырсақтарымыз дайын болды. Осы дайындаған рецептпен 2 үлкен тарелка бауырсақ шықты. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Ас болсын.